Сәлеметсіздерме? Менің ұсынып отырған жұмысымның тақырыбы сабақтың барлық кезеңдерінде қолданылатын Панино тиімді әдісі. Педагог нағыз шығармашылық маман. Сабақтың қаншалықты қызықты да тартымды өтуі жекеленген педагогтың ізденімпаздық шеберлігіне тікелей байланысты. Бұл тақырыпты таңдаған себебім оқушылардың өзін-өзі бақылау, өзін-өзі жүзеге асыру, өзінің мүмкіндіктерін анықтай білуде, өзін-өзі бағалау ұғымының мәні мен мазмұнын, механизмін анықтау маңыздылығын арттыруда. Панино итальян тілінен аударғанда бутерброд немесе сэндвич деген мағынаны білдіреді. Панино тиімді әдісінің теорияны практикамен байланыстыруға мүмкіндік береді. Және де білім алушылардың зерттеушілік, шығармашылық қабілеттерін арттырады. Панино тиімді әдісі білім алушылардың өзіндік қызметі үшін жағдай жасайды. Және оқу ынтымақтастығы мен бірлескен қызметін ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Панино тиімді әдісі бағалауға сай 10 құрамдық бөліктен тұрады. Бірінші, ол бізде үй тапсырмасын тексеру. Екінші, бізде өткен тақырыптарды қайталау жұмыстарына арналған бағалау. Келесі, жаңа тақырыпты меңгерудегі бағалау. Бағалаудың төртінші сатысы тапсырманы дұрыс орындау. Келесі, бізде оқушы өзінің тәртібін бағалайды. Бағалаудың алтыншы сатысы оқушының белсенділігі. Оқушы өзінің тақтамен жасаған жұмысын бағалайды. Келесі, бізде сұрақтарға жауап беру. Сабақ барысында мұғалім қойған сұрақтарға жауап берсе, келесі бағалау түрін өзіне жинайды. Және 9-шы бағалау шкаласы оқушының креативтілігі. Панино әдісінің соңғы бөлігі ой түйіні. Оқушы сабақты қорытындылайды. Оқушылардың өзін-өзі бағалауын жеке тұлғалық сапа ретінде қалыптастыру маңызды деп есептеймін. Назарларыңызға рахмет.